Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз синтездік талшықтар, витаминдер, мұнайды өңдеу. Сабақ мақсаттары: синтездік талшықтар және оның маңызды өкілдері, витаминдер, мұнайды өңдеу. Талшық ұзын жұқа және жіп секілді материал. Талшықтар майысқақ болғандықтан, оларды иірілген жіпке айналдырып, маталар жасауға болады. Кейбір талшықтар табиғи өнімдер болса, кейбірін химиялық процесс арқылы алады. Табиғи талшықтар жануарлар мен өсімдіктерден алады. Осыған сәйкес талшықтар екіге жіктелінеді. Яғни табиғи талшықтар, химиялық талшықтар. Табиғи ол табиғатта бар жануар мен өсімдік тектен алынатын талшықтарымыз, ал химиялық талшықтар ол жасанды жолмен алынатын талшықтарымыз. Енді өз кезегінде табиғи талшықтар өсімдік текті және жануар текті болып бөлінеді. Енді бұларға мысал жазайық. Өсімдік текті талшыққа мақта, зығыр және кендір жатады. Жануар тектіге жүн және жібек жатады. Келесі талшықтар химиялық талшықтар болып бөлінеді. Химиялық талшықтың өзі екіге жіктеледі: жасанды және синтетикалық. Жасанды химиялық талшық пен синтетикалық химиялық талшықтың айырмашылығы неде? Біріншіден, жасанды талшығымыз оның шикізаты ретінде табиғатта бар затты біз жасанды жолмен аламыз. Мысалға, целлюлоза. Целлюлоза ол табиғатта бар полимер. Оны біз жасанды жолмен талшыққа айналдыра аламыз. Синтетикалық талшықтар оның шикізаты жоқ, оны біз синтездеу арқылы жасаймыз. Айырмашылығы осында. Енді жасанды талшыққа біз вискозаны жатқызамыз және ацетатты талшықтар. Ол мыс, аммиак, ацетаты. Вискоза және ацетатты талшықтар жатқыздық. Ал синтетикалыққа біз капрон, лавсан, нитрон жатқызамыз. Жіктедік, өкілдерін айттық. Енді әрі қарай біз синтетикалық талшықтардың өзіне тоқталайық. Синтетикалық химиялық талшықтар ол жалпылама алыну әдістеріне қарай екіге жіктеледі: полиэфирлік, полиамидтік. Яғни, егер біздің талшықтарымыз полимеріміз, яғни эфирлік байланыспен байланысқан болса, оны полиэфирлік талшықтар дейміз. Егер амидтік байланыс болса, оны полиамидтік. Капрон талшығы мен кевлар талшығы ол амидтік байланыс, яғни полиамидтік талшықтар. Ал лавсан бізде эфирлік байланысқан, ол полиэфирлік талшық болып табылады. Енді капрон, жалпы капрон талшығын тоқталатын болсақ, ол өте берік болумен бірге тозбайтын және су сіңірмейтін материал. Бірақ оның бір кемшілігі ол қышқылының әсерімен жылуға төзімсіз. Бірақ капронды біз өте көп қолданамыз. Ол көйлектер, киім-кешектер жасауда, кілем және шұлық жасауда көптеген осындай салаларда біз капрон талшығын қолданамыз. Кевлар талшығы ол өте берік тығызды материал, яғни тығыздығы аз материал. Осы тығыздығы аз болғандықтан, оны біз көп жағдайда бронежилет дейді, бронды кеудешелер тігуге және спорттық бұйымдарды жасауға қолданамыз. Келесі лавсан талшығы. Ол өте берік, жарық пен қызуға төзімді, жалпы тозбайтын материал. Ол жақсы диэлектрик, яғни өз бойынан электр тоғын өткізбейді. Қышқыл мен сілтілерге төзімді. Бұны көп жағдайда тоқыма киімдер, сүзгі маталар секілді киім-кешектер жасауда қолданамыз. Келесі бізде витаминдер. Витамин дегеніміз химиялық табиғаты әртүрлі тірі организмдегі маңызды процестердің жүруіне қатысатын кіші молекулалы органикалық қосылыстар. Витаминдердің әсеріне тоқталайық. Яғни осы жерде үш ұғыммен танысамыз: абитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз. Абитаминоз дегеніміз организмде кейбір витаминдердің мүлде болмауы, яғни витамин жетіспеушілігі жоқ болу әсерінен ауруға ұшырауды біз абитаминоз деп атаймыз. Енді кейбір витаминдердің аз мөлшерде кездесуі организмде, оны гиповитаминоз дейміз.
Енді кейбір жағдайларда адам организмінде витамин өте көп болуы мүмкін. Осының артық болуының әсерінен организм уланып қалады. Оны гипервитаминоз деп атаймыз. Енді бірнеше витаминдердің мысал ала отырып, олардың әсерін қарастырайық. А витамині ол жалпы А витамин жетіспесе, адам қараңғыда көре алмайтын ақшам соқыр ауруына шалдығады. Бұл көбінесе каротин деген жалпы каротин деген зат болу керек А витамині болу үшін. Ол каротин ол сәбізде, томатта, жұмыртқаның сарыуызында сары майда болады. Енді В1 витамині орталық және шеткі жүйке жүйелерінің дұрыс қызметін қамтамасыз етеді. Май және көмірсу алмасуларын реттейді. Ал В2 витамині тоту-тотыстану процестеріне қатысады. В6 витамині амин қышқылдары, май және май қышқылдарының айналымдарына қатысады. В9 витамині қан түзілуіне қатысады, бір көміртегі радикалдарын тасымалдайды. Амин және нуклеин қышқылдарының холиннің синтездерін қатысады. В12 витамині құрамында 4,5% кобальт кіретіндіктен кобальт амин деп аталады. Сүйек кемігенде қанның түзілу процесіне қатысып, қан аздық ауруының алдын алуға себеп болады. Д витамині мешелге қарсы қолданылады. Балық, сүт тағамдарында болады. С витамині немесе аскорбин қышқылы. Құрт-құлақ ауруына қарсы препарат, ақ кристалды зат. Аскорбин қышқылы кәдімгі суық тиюдегі болатын тұмауға да таптырмайтын ем. Е витамині липидтердің тотығуын болдырмайды, ферменттер синтезіне әсер етеді, белсенді антитотықтырғыш. Енді келесі табиғи және мұнайға серік газдар. Жалпы табиғи газдар ол молекулалық массасы төмен көмірсутектердің қоспасы. Яғни бұл табиғи газдың 80-96%-ын метан құрайды. Енді табиғи газдар өз кезегінде екі фракцияға бөлінеді. Құрғақ газ, пропан-бутан қоспасы. Құрғақ газ ол метан мен этанның қоспасы. Оны жалпылама бояу және автомобиль дөңгелектерін жасауда қолданылады. Пропан-бутан қоспасы ол пропан мен бутанның қоспасы, яғни бұны көп жағдайда каучук пластмасса синтезінде қолданамыз. Келесі екінші мұнайға серік газдар. Мұнайға серік газдар ол үш фракцияға бөлінеді. Бірінші құрғақ газ, пропан-бутан қоспасы және газды бензин. Бастапқы екеуі табиғи газдар секілді құрғақ газдың метан мен этаннан тұрады, пропан-бутан қоспасы пропан мен бутаннан тұрады, ал газды бензин ол пентан мен гексаннан тұрады. Енді бұл жерде бұл газды бензинді көп жағдайда ароматты көмірсутектер алуда, ацетилен алуда қолданады, яғни осылардың синтезі үшін қолданамыз. Келесі мұнай. Мұнай қара қоңыр түсті, өзіне тән иісі бар, май тәрізді қоймалжың сұйық зат. Суда ерімейді, бірақ органикалық еріткіштерде ериді. Мұнайдың негізін парафиндер, циклопарафиндер мен ароматты көмірсутектер құрайды. Мұнайды өңдеудің жалпы екі әдісі бар. Физикалық әдіс, химиялық әдіс. Физикалық әдіс ол мұнарада мұнайды фракцияларға бөлу, яғни мұнайды айдау әдісі, температураның әсерінен ол мұнайды айдау әдісі деп, физикалық әдісі мұнайды айдау деп аталады. Екінші химиялық әдісі ол ауыр көмірсутектерді бөлшектеу және оны ароматтандыру процестері, яғни крекинг пен реформингтіге тоқталамыз. Келесі енді мұнайды өңдеу. Мұнайды фракцияларға бөлу, яғни физикалық әдісіміз. Бұл жерде колонна мұнара қарастырылады. Мұнараға біз мұнайымызды құямыз, және ол жерде температура жоғары температурада мұнайды буға айналдыру арқылы осы мұнарада әртүрлі колонналар болады. Осы температура артқан сайын белгілі бөлігі ол қызып буға айнала бастайды. Температура артқан сайын оның молекулалық массасы төменгілері тез буға айналып, арнайы колонналар арқылы фракцияланады. Яғни фракциялау дегеніміз жеке-жеке бөліп алу. Бұл жерде температураның әсерінен олардың төменгі молекулалы, яғни молекулалық массаларына сай фракцияға бөлу, молекулалық массаларына сай оларды жіктеп алу. Сонда, мысалға қарайтын болсақ, мына суретке 20-40 градус температура арасында біз мұнайды қыздыратын болсақ, бізде газ пайда болады. Ол газ дегеніміз бастапқы көміртектің саны 4-ке дейін. С4 болатын біздің газдарымыз осы 20-40 градус кезінде бөліне бастайды, яғни фракциялана бастайды. 70 градусқа дейін примерно бізде бензин фракциясы бөлінеді. Дәл осылай температура артқан сайын көміртектің саны жоғары, яғни молекулалық массасы жоғары,
біздің көмірсутектеріміз түзіле бастайды. Мұнайдың айдау әдісі арқылы, яғни мұнаралы әдісте ең соңғы өнім ретінде бізге гудрон пайда болады. Бұл жерде мұнайдың шығымы 15-20% ғана көрсетеді. Яғни бұл жалпылама тұтынатын бензиннің айтарлықтай мөлшері аз. Сонда физикалық әдіс, айдау әдісі арқылы біз мұнайдан 15-20% қана бензин аламыз. Енді ол бензиннің мөлшерін арттыру үшін біз келесі әдісті қолданамыз, химиялық әдісті. Химиялық әдісімізде біз айттық, мұнайдағы көмірсутектерді, жоғарғы молекулалы көмірсутектерді бөлшектеу және көмірсутектерді ароматтандыру. Яғни жоғарғы молекулалы көмірсутектерді төменгі молекулалы бөлшектерге бөлшектеуіміз, яғни ыдыратуымыз, оны крекинг деп атаймыз. Крекингтен ұсақтау деген мағынаны береді. Крекинг процесі жалпы екі түрлі жағдайда жүреді: температураның әсерінен және катализаторның әсерінен. Соған сәйкесінше крекинг әдісі екіге бөлінеді: термиялық крекинг, катализдік крекинг. Ал реформинг ол ароматтандыру, көмірсутектерді ароматтандырып, ароматты көмірсутектер алу. Жалпылама мұнайды крекинг әдісімен алу, өңдеу. Яғни термиялық крекингте бұл жерде температура 400-420 градус аралығында болады. Яғни жоғары температураны қарастырамыз. И плюс бұл жерде қысым 20 атмосфера мен 70 атмосфералық қысым арасы қарастырылады. Термиялық крекингтің нәтижесінде біз бензиннің мөлшерін арттырамыз және бензиннің сапасын да жоғарылатамыз. Чем біз жаңағы айтқан айдау әдісіне қарағанда. Бұл жерде бензиннің октан саны 70-ке тең. Октан саны дегеніміз ол бензиннің сапасын көрсетеді. Яғни термиялық крекинг кезінде бензиннің октан саны 70-ке тең болады. Ал катализдік крекинг кезінде бұл жерде біз термиялық крекингтен айырмашылығы температураның жоғары температура емес, бұл жерде катализатор өршіткі әсерінен. Бұл жерде катализатор алюминий силикаттар болады. Осы катализатордың әсерінен ең бірінші өнім авиациялық бензин шығады. Кейін бензиннің сапасы, октан саны 80-ге дейін бар, 78-80% құрайды. Яғни бұл термиялық крекингке қарағанда катализдік крекинг сапасы жоғарырақ, тұрақты деген сөз. Ал термиялық крекингте біз крекинг әдісін айтатын едік, мысалға жоғарғы молекулалы көмірсутекті крекинглегенде ол алкан және алкенге айналатын еді. Мысал ретінде жазатын болсақ, яғни жоғары молекулалы көмірсутекті температураның әсерінен біз алканға, кіші молекулалы алканға және кіші молекулалы қанықпаған алкенге айналдырдық. Осы алкендердің пайда болу себебінен термиялық крекинг ол тұрақсыз болып келеді. Соның әсерінен бензиннің октан саны төменірек болады, чем катализдік крекингке қарағанда. Енді келесі процесс ол реформинг. Ол бұл жерде де бензин түседі, бірақ бензиннің октан саны крекингке қарағанда төменірек болады. Яғни октан саны төмен бензин шығады, лигроин шығады. Бұл жерде ерекшелігі көмірсутектерді ароматтандыру, ароматты көмірсутектердің пайда болуы ерекшелігінде реформингтің. Осылай арқылы біз, осындай әдістер арқылы біз мұнайды өңдей алады екенбіз. Мына слайдта біз сізге қойылған сұрақтар, осы сұрақтарға сіз талдай отырып, бүгінгі тақырыпта түсінбей қалған жерлеріңізді қайталай аласыздар.